Hello everyone. Бүгінгі сабақта singular and plural nouns, яғни зат есімдердің жекеше және көпше түрлерімен таныс боламыз. Қазақ тіліндегі сияқты ағылшын тілінде зат есімдердің жекеше және көпше түрлері бар. Қазақ тілінде көпше түрді жасау үшін лар, лер, дар, дер, тар, дер жалғаулар жалғанатын болса, ағылшын тілінде s, es жалғау жалғанады. Қазір s жалғау жалғанатын зат есімдерді қарастырайық. До есік, доз есіктер, map карта, maps карталар, week апта, weeks апталар, flower гүл, flowers гүлдер. S жалғауы қай кезде з, қай кезде с болып оқылады. Егер зат есім ұяң, үнді, дауыссыз дыбыстарға және дауысты дыбысқа аяқталса, з болып оқылады. Hands, camels, shoes, kittens. Ал егер қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталса, с болып оқылады. Caps, plates, goats, cakes. Зат есімдердің көпше түрін жасау үшін es жалғауы да жалғанады. S, double S, sh, ch, x әріптеріне аяқталса егер сөздер, онда es жалғанып, is болып оқылады. Мысалы, бас, buses, dish, dishes, class, classes, sandwich, sandwiches. Оуға аяқталған зат есімдерге де es жалғанады. Potato, potatoes, hero, heroes, tomato, tomatoes. Ал мына сөздерге es емес, s жалғанады. Бұларды жаттап алған жөн. Piano, pianos, photo, photos, video, videos. Ал y әрпіне аяқталған сөздерде, егер y әрпінің алдында дауыссыз болса, y айға өзгеріп, es жалғанады. Мысалы, baby, babies, city, cities, dictionary, dictionaries. Ал егер y-дың алдында дауысты келсе, онда s жалғанады. Day, days, monkey, monkeys, toy, toys. Leaf, leaves, shelf, shelves, knife, knives, wife, wives. Байқағаныңыздай, fe аяқталған сөздерде fe v-ге өзгеріп, es жалғанады. Ал мына сөздерге es емес, s жалғанады. Бұларды жаттап алған жөн. Chief, chiefs, safe, safes, handkerchief, handkerchiefs, roof, roofs. Қазақ тілінде қайшы, көзілдірік, шалбар деген заттар жекеше түрде келсе, ағылшын тілінде әдетте көпше түрде ғана қолданылады. Scissors, glasses, trousers, jeans, pajamas, shorts. Мысалы, where are my glasses? Your trousers are too long. Достар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.